Түркияға барғанда нені ескеру керек? Билет бағасы, қонақ үй шығыны қанша? Түркияға қай уақытта барған дұрыс? Осы сауалдарға жауап берейін. Қазақстан азаматтары үшін Түркияға 90 күнге виза керек емес. Тек шетелге шығатын паспортыңыз болса жеткілікті. Қазақстаннан Стамбул, Анталияға рейстер бар. Елден Түркияға Turkish Airlines, Air Astana, Fly Arslan, Pegasus, Skat компаниялар ұшады. Одан кейін туркомпаниялардың шартерлік рейстері бар. Air Astana мен Turkish Airlines билеті қымбаттау, яғни 160 мың теңгеден басталады. Бұл компанияларды таңдасаңыз 23 келі багажбен тамақ тегін. Ұшақтарының ішінде теледидар, жастық, жамылғы бар. Ал Fly Arslan мен Pegasus'тың бағасы арзан, яғни акция кезінде 100 мың теңгеге де билет табылады. Fly Arslan мен Pegasus'та тамақ ақылы және 8 келіден артық жүкке қосымша ақша төлейсіз. Түркияға доллар я евро алып барыңыз. Сол жақтан ақшаңызды жергілікті лираға ауыстырып аласыз. Ақшаны банктен я ақша ауыстыратын орындардан алмастырыңыз. Көшедегі адамдардан ақша алмастырмаңыз. Түркиядағы туристік маусым мамырда басталып, қазанның басына дейін жалғасады. Шілде мен тамызда күн ыстық болады. Ауа температурасы 35 градусқа дейін ысиды. Бұл елге баруға ең қолайлы уақыт көктем мен жаз. Қыста Түркияда күн салқындайды. Стамбул, Измирде күн суық. Ал Анталия мен Аланияда қыста күн 8-15 градус жылы болады, бірақ кешке күн салқын болып кетеді. Түркияда қонақ үйдің бағасы күніне 15-20 доллардан басталады. Шағын бөлмелерді қыста 20-30 долларға тауып аласыз. Ал туристік маусымда 2 адамдық бөлмелер 40 долларға дейін жетуі мүмкін. Отель алғанда таңғы асымен бірге алыңыз. Түркияға барғанда мына жайттарды ескеріңіз. Базарларда сувенир алғанда саудаласыңыз. Түркияда базарларда саудаласып бағаны біраз түсіріп алуға болады. Таксистер шетелдік екеніңізді біліп, бағаны қымбаттатып жіберуі мүмкін, сондықтан қоғамдық көлікпен жүруге тырысыңыз. Стамбул орталығында босқындар көп, сондықтан заттарыңызға абай болыңыз, заттарыңызды қараусыз қалдырмаңыз. Түркияның бірінші президенті Кемал Ататүрікті қорлайтын сөздер айтпаңыз. Әңгіме кезінде саяси тақырыптарға бара бермеңіз. Грекия мен Түркияның қарым-қатынасы туралы айтпаңыз. Әйелдерді видео фотоға түсірерде абай болыңыз, себебі оларды суретке я видеоға түсіруге заңмен шектеу бар. Рұқсатын алыңыз. Ер адамдарды да суретке я видеоға түсірерде рұқсатын алу керек. Қоғамдық орындарда темекі шегуге де тыйым салынған. Есірткі саудасына өлім жазасы қарастырылған. Мешіттерде намаз оқып жатқанда экскурсия жасауға болмайды. Кей мешіттерге намаз уақытында да кіре беруге болады, бірақ намаз оқып жатқан бұрышқа бармаңыз. Ал әйел адамдар мешітке кіргенде орамал тағып, аяқты жауы керек. Аяқ киіміңізді шешіп кіріңіз. Елде наразылық шарасы болса, алыс жүріңіз. Құжаттарыңызды отельдің сейфінде сақтаңыз. Өзіңізбен құжаттарыңыздың ксері көшірмесін алып алыңыз. Қыз баласы жергілікті түрік ер адамдарына қарамаған дұрыс. Қолыңызды да ұсынбаңыз. Бұл елде ер адамдар әйел адамдардың бұлай қарауын басқаша түсініп қалуы мүмкін. Адамға алғыс айтам десеңіз, қолыңызды кеудеңізге қойып, рахмет айтсаңыз жеткілікті. Әйел адамдар ұзақ жол жүретін автобустарда ер адамның жанына отырмаған дұрыс. Әйел адамдар көшеде тым ашық киінбеуі тиіс. Түркияда қалааралық автобустарды жолда полицейлер бірнеше рет тоқтатып, итпен тексеруі мүмкін. Құжаттарыңыз дұрыс болса жеткілікті. Қалааралық автобустары жайлы, әрі Түркияның жолдары жақсы. Дүкенде карта мен ақы төлерде чекті тексеріп, төлер алдында төлем аппаратындағы соманы дұрыстап қарап алыңыз. Әйтпесе 100 лира төлеудің орнына картаңыздан 1000 лира алып алуы мүмкін. Түрік халқы қонақ жай, қашанда көмектесуге, қол ұшын беруге дайын тұрады. Қазақтарды да жақсы көреді. Қазақстаннанмын деген сөзге қуанып қалады. Түркия қалаларында жолды кесіп өтерде абай болыңыз. Жаяу жүргінші жолағында кейде көліктер тоқтамай өтіп кетуі мүмкін. Базарларда түрлі жеңілдіктер ұсынып, саудагерлер артыңыздан қалмай тауарын ұсынуы мүмкін.
ондай кезде үндемей кетіп қалыңыз. Жалпы Түркияда киім-кешек арзан. Сауда орталықтарында да киім, аяқ киім бағасы Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда арзан келеді. Түрік тамағын ішкіңіз келсе, көшедегі тамақ сататын орындардан гөрі дизайны әдемі кафе-ресторандарға барған жөн. Көшедегі тамақтар дәмсіз әрі сапалы болмауы мүмкін. Сондықтан тамақты іші таза кафелерден ішкен жөн. Түркияға 15 күнге барсаңыз, жергілікті сим-карта алыңыз, немесе Қазақстаннан роуминг қосып алыңыз. Елді аралағанда интернет керек. Түркияда түрік шайы мен кофесін, түрік тәттілерін, түріктің донері мен көфтесін жеуді ұмытпаңыз. Түркияға барғанда Стамбул, Анталия, Каппадокия, Измир, Памуккале, Мармарис қалаларын көруге тырысыңыз. Стамбулды аралауға кемі 2 күн қажет. Түркия 40-50 жастағы адамдардың демалуына да ыңғайлы. Сондықтан ата-анаңызды шетелге апарғыңыз келсе, осы елді қарастырыңыз. Бұл жақта ауа райы да қолайлы, тамағы да бізге ұқсас.